оқушылар. Сатылай кешенді оқыту технологиясының адами капиталды дамытудағы рөлі атты республикалық форум аясында өткізген отырған Қазақстан Республикасы Кіші ғылым академиясының 15-ші республикалық ауызша командалық олимпиадасына қош келдіңіздер. Ана тілім, дана тілім, бақ тілім, сенсіз бақыт дүниеден тапты кім? Сенсің менің қуанышым, шаттығым, сенсің менің тазалығым, пәктігім дей келе 15-ші республикалық тілім менің тірлігімнің айға қатты ауызша командалық олимпиадаға қатысушы мектептердің командаларын қарсы алайық. Астана қаласы нөмірі 71-ші Мөлдір балабақшасының бүлдіршілерінен құралған командаларды қарсы алыңыздар. Астана қаласы нөмірі 66-ші мектеп лицейінің оқушыларынан құралған командаларды қарсы алайық. Астана қаласы Жамбыл Жабаев атындағы нөмірі 4-ші мектеп гимназиясы оқушыларынан құралған командаларды қарсы алыңыздар. Астана қаласы Жамбыл Жабаев атындағы нөмірі 4-ші мектеп гимназиясы оқушыларынан құралған командаларды қарсы алыңыздар. Мектеп лицейінің оқушыларынан құралған командаларды қарсы алайық. Астана қаласы нөмірі 70-ші мектеп лицейінің оқушыларынан құралған командалар орталарыңызда. Нөмірі 53-ші орта мектеп оқушыларынан құралған команданы қарсы алайық. Павлодар облысы Екібастұз қаласы Абай Құнанбаев атындағы нөмірі 2-ші жалпы орта білім беретін мектеп оқушыларынан құралған команданы қарсы алайық. Шоқан Уәлиханов атындағы нөмірі 12-ші гимназиясынан құралған команда. Алматы қаласы Түрксіб ауданы нөмірі 76-ші орта мектептің оқушыларынан құралған команданы қарсы алайық. Алматы қаласы Түрксіб ауданы нөмірі 107-ші лицей оқушыларынан
құралған командалар ортамызда. Алматы облысы, Талғар қаласы, нөмірі 49-шы орта мектеп оқушыларынан құралған команда ортамызда. Алматы облысы, Әуезов ауданы, нөмірі 141-ші жалпы білім беретін мектептің оқушыларынан құралған команданы қарсы алайық. Жамбыл облысы, Жуалы ауданы, нөмірі 19-ші Мұхаммед Қонаев атындағы мектеп гимназиясының оқушыларынан құралған команда ортамызда. Жамбыл облысы, Меркі ауданы, нөмірі 39-ші орта мектеп гимназиясының оқушыларынан құралған командаларда ортамызда толықтырды. Міне нағыз жарыскер осы айтуға болады. Республикамыздың түкпір-түкпірінен сайысымызға, олимпиадамызға ұстаздар мен оқушылар келіп жатыр. Қадамдарыңызға үлгі түсіп, құрметті оқушылар, ұстаздар. Тағы бірі қошемет көрсетейік ағайын. Құрметті ұстаздар, шәкірттер, істеріңізге сәттілік тілей отыра. Халқымыздың аса бай рухани қазынасы туған ана тіліміз. Ол қазақ тілі. Қазақ тілі өзінің даласындай кең әуезді де шырайлы тіл. Қазақ тілінің биязы мақамы домбыраның күмбір қаққан сазындай, әдемі сазды шырқап салар әндей. Міне, біздің де төл технологиямыздың дамытып, жан сезімді оятатын, оны үнемі асқақтататын өзінің әнұраны бар. Сөзі сатылай кешенді оқыту технологиясымен бір білім алған Нұрша Алжанбай қызының шәкірті Қойшиева Әсемдікі, әні Сейдолла Бәйтерековтікі. Қазақ тілі. Алғашқы сөз Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, филология институтының директоры, филология ғылымдарының докторы, профессор, халықаралық педагогикалық білім беру ғылым академиясының академигі Балтабай Әбдіғазиловна беріледі.
Құрметті қауым, қадірлі бүгінгі олимпиадаға қатысушы жастарымыз, және осы үлкен бір ұрпақ тәрбиелеуісіне үлестерін қосып жүрген біздің ардақты ұстаз мамандарымыз. Бүгінгі мерекелеріңіз болсын деймін. Астана еліміздің төрі. Астана біздің өміріміздегі барлық бастамалардың бастауы. Астанада біздің қай саладағы өміріміз болса да, экономикасы болсын, білім ғылымы болсын, мәдениеті болсын, қай саладан болса да, біз Астанаға қараймыз. Астананың төрімен қандай бастамалар көтерілді, және ол халқымызды қандай бағытқа үлкен болашаққа бара жатқандығын сезініп, ішімізден қуанамыз. Сондықтан да бүгін Астананың төрінде республикамыздың түкпір-түкпірінен келген жастарды, және осы жастарды баулып алып келген ұстаздарды, өздеріңізді, барлықтарыңызды осы Астанадағы біздің бүгінгі мерекеміздің сәтті де өте биік деңгейде өтуіне тілектестік білдіргім келеді бәріңізге. Жалпы мен мына сахнадағы өздеріңіздің алдарыңызда тұрған жастарға қарап, шын мәнінде кім болса да қуанатындай, біздің өміріміздің соншалықты бір мәнді екенін, салтанатты екенін, болашағымыздың зор екенін түсінгендей болып тұрмын. Өйткені менің осы жанымда тұрған бүлдіршіндердің барлығы да еліміздің ертеңі. Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осы білім мәселесіне, жас ұрпақ тәрбиесі мәселесіне қай заманда болсын, қай күні, қай жиында болса да үлкен мән беріп келе жатыр. Бұл тіпті сонау ата-бабамыздан келе жатқан үлкен дәстүр. Ұрпақ тәрбиелеу, ұрпақты саналы, сапалы тәрбиелеу, биік деңгейде тәрбиелеу деген. Міне сол іске үлес болып қосылатын бүгінгі шара шын мәнінде үлкен осы біздің білім ғылым саласында, мәдениет саласында, оқу білім саласында үлкен жетістігіміз болуға тиіс деп ойлаймын. Сондықтан да бүгінгі жарысқа келген бүлдіршіндердің барлығына табыс тілеймін, бәрі де жеңімпаз болсын. Осы жарыстың өзіне қатысудың өзі еліміздегі үздіктердің қатарынан орын алды деген сөз. Сондықтан да бәріне бүгін алдын ала қадамдарына сәттілік тілеймін. Енді бүгінгі өткелі отырған сатылай кешенді талдау бәрімізге де белгілі. Соңғы жылдары біздің елімізде, еліміздің барлық оқу орындарында орын алған жаңа ашық технология, жаңа үрдіс, ұрпақ тәрбиелеуді, әсіресе мынау облыста тіл үйрету мәселесіне байланысты туындаған бұл бастама қазір барлық республикамыздың түкпір-түкпіріндегі мектептерге таралып, бүгінде өзінің нәтижесін беріп отыр. Ал енді осы бастаманың өзі қайда, қашан, қалай дүниеге келді деген мәселеге бір ауыз тоқталатын болсақ, біз мынау Абай атындағы университеттен осында бірнеше ұстаздар келіп отыр. Негізгі бұл бастаманың облыста дүниеге келуінің ордасы сол Абай атындағы университет бар. Және Абай атындағы университетте осы бағытта диссертация қорғалды, тәжірибе жасалды. Соның нәтижесінде бүгінгі күнге жетті. Сондықтан да осы бастаманың, осы технологияның авторы Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетте көп жылдардан бері қарай қызмет атқарып келе жатқан құрметті профессор, ғалым апаларыңыз, замандастарыңыз Нұрша Алжанбайқызы Оразақованы бұл істің нәтижесін өздеріңіз бәріңіз көріп жатырсыздар. Бүгінде тек қана тіл үйрету ғана емес, қай пән болса да осы сатылай кешенді талдаудың тәжірибесінде дәрістерді дамытып жатыр. Сондықтан республика мектептерінде ұстаздарға, барлықтарыңызға табыс тілеймін. Бүгінгі олимпиаданың жеңімпаздары шын мәнінде біздің мақтанышымызға айналатындай, ертеңгі күннің үлкен жүгін арқалайтындай азаматтар болып өсуіне тілектеспін. Барлықтарыңызға бүгінгі осы олимпиаданың барысында, басқосудың барысында көңілдеріңізге көп ой түйіп, жүректеріңізге мына бүлдіршіндеріміз көп білім жинап қайтуына тілектеспін. Сәт сапар деймін. Рахмет, Алтынай Абдығазиева. Бұл жанды тіл, менің азат тілім. Жадымда талмай самғар қанат тілім, жыр қуат сөзі ана уызындай жасай бер, ана тілім, қазақ тілім дей келе, бүгінгі бізді
біздің 15-ші республикалық ауызша олимпиадамызға қатысып отырған